сәлеметсіз бе? Мен Қамзабекова Сәуле Муратовна, арнайы пән оқытушысы, және бүгінгі сабақтың тақырыбы технологиялық үрдіске сәйкес құсты өңдеу. Сабақтың мақсаты технологиялық үрдіске сәйкес құсты өңдеуді білу. Жартылай ақтарған құсты өңдеудің технологиялық үрдісі келесі операциядан тұрады. Етті ерту, үйту, басын мойыннан аяқтарын алып тастау, ақтару, жуу, өңделген мышаларды пішіндеу, ішек қарындарын өңдеу, жартылай дайын өнімдер дайындау, салқындату, бөлшектеп өлшеу және бұйып-тұю, таңбалау, сақтау, тасымалдау. Механикалық аспаздық өңдеу операцияларын жүргізу үшін құсты және суып өнімдерді өңдеп, олардан жартылай өнімдер дайындау үшін технологиялық желілер орналастырады. Цехта қондырғылардан үйту ошағы, стеллаждар, жылжымалы және жуушы арналған ванналар, өндірістік үстелдер, ет тартқыштар, суытқыш шкафтар қолданылады. Дайын жартылай өнімдерді бұйып-түйеді, ыдыстарға салады да қысқа уақытқа сақтау үшін салқындатқыш камераға жөнелтіледі. Ірі құс цехтарында үш негізгі аймақтарды жабдықтау қарастырылған: ерту үшін, үйту, құсты ақтару және одан жартылай өнімдер шығару. Мына суретте құсты өңдеу үшін технологиялық желінің ұйымдастырылуы көрсетілген. Ошалардың температурасы 4-тен 6 градусқа дейін салқындатылған салыстырмалы ауа ылғалдылығы 85% бөлмеде дефростерде немесе басқаша айтады 10-12 сағат аралығында ертеді. Ерту үшін мышаларды стеллаждарға бір қатарлап бір-біріне тимейтіндей етіп орналастырады. Дефростацияланған кейін құстар қойылған стеллажды үйту үшін арналған бөлмеге сүйреп алып келеді. Құсты УОП-1 немесе УОП-2 типті үйту ошағында үйтеді. Терісін зақымдап, тері астындағы майын ертіп алмау үшін ұшаны үйту ошағы арқылы 30 секунд ішінде өткізеді. Қалың қойған түктерін іскектің көмегімен қолмен алып тастайды. Үйтілген құсты ақтару арналған бөлмеге жібереді. Мына суретте УОП-1 көрсетілген. Құсты механикалық өңдеу және одан жартылай өнімдерді үш технологиялық желіде іске асырады. Бірінші желі конвейер болып табылады. Оның бойымен құсты ақтармалау үш жұмыс орындары жабдықталған. Конвейерлі желі басында басын, мойнын, аяқтарын, қанаттарын шапқыш пышақтармен немесе арнайы машинамен шабады. Құсты ақтармалауға арналған жұмыс орындары жуғыш ваннасы құрылған үстелдермен, бөлшектеу тақталарымен, ақтармалаған құсты жинауға арналған наушалармен, орындықтармен жабдықталады. Мына суретте конвейерде жұмыс орны көрсетілген. Мына жерде ошаны ақтару үшін арналған пышақ көрсетілген. Бір уы сабы, екі орақ тәрізді пышақ, үшіншісі пышақтың жүзі көрсетілген. Екінші желіде ұшақтарды қалтаға қалыптау және порциялық және шарбылған жартылай фабрикаттан даярлауға арналған жұмыс орындары ұйымдастырылады. Құстан жартылай өнімдерді даярлау үшін жұмыс орнын ауыстырылған механизмдермен тарту, ет тартқыш,
фарш араластырғыш бар, ПМ 1,1 әмбебап жиілдікпен жартылай өнімдердің орнын сақтауға арналған суытқыш шкафы құрылған өндірістік үстелмен жабдықтайды. Үстелге ВНЦ2 таразы немесе заманауи электротаразы бөлу тақтасы қойылады. Жартылай өнімдерді дайындау кезінде келесі құралдар қолданылады. Олар аспаздық пышақтар, филені ұрғылау үшін шапқы, пышақтарды қайрап дұрыстау үшін мұсат. Мына суретте аспаздық үштік пышақтары, ВНЦ2 таразы және мұсат көрсетілген. Үшінші техникалық желіде су өнімдерді өңдеу жүргізіледі. Жұмыс орындарында өндірістік үстелдер, бөлу тақталары, жуғыш ванналар қарастырылады. Салқындату үшін жартылай өнімдерді темір жәшіктерге немесе науларға салып, салқындатқыш камераға жібереді. Онда олар 0,6 градус температурада сақталады. Мейрамханалар мен асханаларда құсты алғашқы өңдеу кәсіпорындарының ет балық цехында бөлінген аймақта жүргізіледі. Құс өңдеу операциялары алдын ала даярлау кәсіпорынның құс өңдеу цехында операциялары сияқты жүзеге асады. Жартылай өнімдер ассортименті жоспар мәзірге сәйкес дайындалады. Мейрамханаларда ауыл шаруашылық құстан басқа жабайы құс етін өңдейді. Мына жерде құсты өңдеу технологиялық үрдістері көрсетілген. Құс цехының жұмысын ұйымдастыру цехында көрсетілген жұмыскерлер. Келесі осы тақырыпқа байланысты сұрақтарға жауап беру керек.